Қайырлы күн достар. Біздің дайындаған жобамыздың тақырыбы инклюзивті білім алатын балаларға арналған ертегі құрастыру болып табылатын. Негізінен біздің бұл кітапшамыздың тақырыбында Алдар Көсемен Шықпен мен Шығайбай ертегісі туралы алынған. Негізінен бұл ертегі мектеп бағдарламасында бастауыш сыныптарда, 5-6 сыныптарда қазақ әдебиетінде көптеп қолданылған. Сондықтан біз осы ертегі кітапшаны құрастырып отырмыз. Бұл ертегі негізінен көлемі жағынан да оқушыларға шағын, бірақ түсінуге ыңғайлы және көптеген балалардың ойында қалатын нағыз кейіпкерлерді көрсетеді. Жалпы кейіпкерлердің ішінде басты кейіпкер бұл Алдар Көсе, одан кейін Шықпен мен Шығайбай және оның әйелі болса және қызы да осы ертегіде басты кейіпкерлер болып саналады. Енді жобамыздың мақсатына келетін болсақ, жобамыздың мақсаты инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша оқытылатын оқушыларға, яғни зағип оқушыларға, есту қабілеті нашар оқушыларға осы Алдар Көсе мен Шықпен мен Шығайбай ертегісін түсіндіру, оны жеткізу, меңгерту. Ал жобамыздың міндеті жалпы осы оқыту бағдарламасындағы инклюзивті білім берудегі білім алатын осы ертегіге деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Енді келесі біз жобамыздың өніміне келетін болсақ, біз өнімде әрбір зағип балаларға немесе есту қабілеті төмен балалардың ерекшеліктерін қарастырып, осы бойынша біз өнімнің материалдарында барлығын соған байланысты таңдадық. Мысалы, біз неге фетр матасын таңдадық? Себебі фетр матасы барлық өнімдердің маталардың ішіндегі ең сипап сезуге қолайлы мата болып табылады. Яғни келесі бір матадан қарағанда өзгешелігі мол мата болып табылады. Сондықтан біз ең бірінші осы нәрсені көзге ілдік. Келесі бізде бірінші бетінде әрине ол жобаның авторлары жазып береді. Ал енді екінші бетінде бұл бізде QR код жазылған. Бұл QR кодты біз сканерлесек, біз осы QR код арқылы YouTube ссылкасына өтеміз, және де YouTube каналына өтеміз, және YouTube каналында бұл Шықпен мен Шығайбай мен Алдар Көсе ертегісі толық айтылып кетеді. Келесі беттерінде бізде осы ертегілердің кейіпкерлерінің несі болады? Бет бейнесі, тұлғасы болып табылады. Бұл тұлғаның оларды ұстап қараған кезде ол 3D форматта жасалғандықтан зағип балаларға олардың қандай екенін көруге не беріледі? Мүмкіндік беріледі. Енді біз не айта аламыз? Бұл жерде, мысалы, біз барлығымыз жаңағы Алдар Көсені болсын, Шықпен мен Шығайбайды болсын, елестеткен кезде міндетті түрде бірінші есту қабілеті арқылы бұрында әжелерімізден естіген кезде сол арқылы елестетсек, кейіннен біз оны мультфильмдерде көріп, оларды көзбен көру арқылы біз елестете алатын болдық, яғни оны ары қарай осындай екен ғой деп ойлайтын болдық. Ал енді зағип жандарға ондай көру мүмкіндігі болмағандықтан, оларда сипат сезу мүмкіндігі болғандықтан, олар жаңағы мультфильмді YouTube арқылы тыңдай отырып, мына 3D олардың мүсінін ұстап көруіне болады. Және де біз көріп отырғандарымыздай, мына жерде олардың әрбір кейіпкердің астында, мына Алдар Көсе, Бізбике деген байдың қызы, осылардың барлығының қасында өздерінің QR кодтары бар. Бұл QR кодта бізде әрбір осы кейіпкердің өзіндік ерекшелігін біздің орындауымызда айтылып кеткен. Мысалы, менің халқым Шықпен мен Шығайбай деп аталып кеткен. Себебі мен үйіме келген қонақты қуып жіберуге дайын тұрамын. Яғни біз осы арқылы олардың таныстырып, оларға осы кейіпкерлерді таныстырып, өздерінің әр кейіпкердің ерекшелігін айта кеттік. Енді бізде келесі өзектілігі, яғни бұл бізге не үшін қажет? Өзімізге барлығымызға белгілі, қазір 21-ші ғасыр болғандықтан, мұғалім барлығы жан-жақты болуы қажет. Яғни ол талантты да болуы қажет, оның қолынан қолөнер шеберлігі де келе білу керек. Сондықтан да мінекей, кәдімгі жас балалар, оқушылар мектепте оқып жүрген, сонымен қатар инклюзивті білім алатын оқушыларға да біз осындай керемет мүмкіндікті жасай алуымыз қажет. Ал оның барлығын жасайтын әрине мұғалім болып табылады. Енді бұл жерде біздің айтқымыз келгені, жасағымыз келгені, Қытайдың бір нақыл сөзі бар. Маған айтшы, мен ұмытып қаламын. Маған көрсетші, мен есімде қалады. Ал маған істеткізші, істеткізсең, мен оны үйреніп
аламыз. Яғни осы нақыл сөзді қолдана отырып, осы нақыл сөзді біз алдыға ала отырып, өзіміздің ойымызды, жобамызды осылай қорытындылағымыз келеді. Алдар көсе мен шық бермес шығайбай. Ерте заманда Сәлем балақай, мен ертегідегі баймын.